Ене әңгімесі 6 бөлім. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сөйтіп 4 күннен соң достары, құда жақтың туыстары, келіндері, әпкелері өздері көпшілік болып келінді шығарып әкелді. Ата-анасы бесік әкеліпті. Балаға не керек, шомылдыратын тайзігіне дейін әкеліпті. Кіндік шешесі болған туыс жеңгесі арбасын әкеліпті. Мұндайды мен алғаш көруім. Өзім үлкенімді босанғанда күйеуім мен қайынәпкем шығарып алған болатын. Анам мен туыстарым енемнің жаназасында бір-ақ рет келген болатын. Ұлымды қайынәпкемнің манежіне жатқызып едім. Сол кезде шалым да осылай қой сойып тойламапты. Бірақ ол кезде енем ауырып жатыр еді. Екінші баламда да солай болды. Үн-түнсіз роддомнан шығарып әкелді. Тек аға жеңгем келді. Сөйтіп аяқ асты бесік той жасап жібердік. Кейін келінім баланың күндігі түскен соң өзі шомылдырып бесікке бөледі. Өзі сорпасын жасап, өзі қырқынан шықты. Мен бесік тербетіп қойып отыратынмын. Өйткені баланы бесікке салуға ебім жоқ еді. Сонымен не керек келініме еш жаным ашымады. Тырнақ кір іздеп, себепсіз тиісіп отыратын болдым. Келінім келін емес келсап болды. Бірақ ешқашан ұлыма шағымданған емес. Ұлым мұнымнан еш хабары болмады. Қызын қатты жақсы көретін. Памперсі бар ма, басқасы бар ма, бәрін пәшкімен әкеліп беретін. Келінім не айтады, соның барлығын әкеп қоятын. Шалым да келінді тәуір көретін. Олардың мұнысын іштей қызғанатынмын, жыным келетін. Сөйтіп олар жоқта бар ашуымды жазықсыз келіннен алатынмын. Обалы не керек, ол үндемейтін. Үндемей үйдің бар тіршілігін жасап жүре беретін. Сөйтіп жүріп арада біраз уақыт өткен соң екіншісіне аяғы ауырлап ұл босанды. Бұған да шалым екеуміз балам қатты қуанып тағы тойлаттық. Мен де қуандым. Немере деген тәтті екен ғой шіркін. Бірақ келінге жасағандарым дұрыс болмапты. Алла өзі кешірсін. Мұны кейін кеш түсіндім. Амал жоқ. Осылай жүргенде екінші ұлым үйленетін болды. Бұл ұлым ерке боп өсті. Бетінен қақпадық. Бір күні келіп, мама, мен үйленуім керек, срочно дейді. Содан мен қоя тұрсаңшы, біраз дайындалып алайық десем, мама, оған уақыт жоқ, кездесіп жүрген қызымның аяғы ауыр дейді. Ойбу, онысы несі, үйленбей жатып аяғы ауыр деген нес деп таңғалып қалдым. Кіші ұлымның сөзінен кейін ұйқым қаша бастады. Енді не істейміз? Үлкен ұлым өз қамын өзі ойлап, қаражат жиып бізге салмақ салмады. Ал кіші ұлым оқу бітіріп жұмыс істеп жүрсе де жинаған ақшасы жоқ екен. Біздің де жағдайымыз белгілі. Артық ауыз ақша да жоқ. Үлкенімнің өз шығындары бар. 2 баласы, үйге алатын азық-түлік дегендей. Шалымның да табысы мардымсыз. Сөйтіп уайымдап мазам қашып жүрді. Ұлым қаладан келген сайын сұрайды. Мама, қайттыңыз, әкем мен ағама айттыңыз ба, қашан үйлендіресіздер? Қызымның күн сайын іші өсіп келеді дейді. Өзім жүйкем жұқарып жүргенде. Сосын ұлыма айттым, ақыры аяғы ауыр болса, келесі айда алып қашып әкеле сал. Ақыры асығыс екенсіңдер дедім. Сөйтіп үйдегілерге кенже ұлымның үйленетінін айттым. Сонымен не керек, келесі айда кенже ұлым келін әкелді. Қайын жұртым осындағы туыстар болып түсіріп алдық. Келінім ұзақтан екен. Кіші жүздің қызы, ата-анасы басқа қаладан екен. Өзі Алматыда жоғары оқу орнын аяқтағалы жүрген 4-ші курс студенті екен. Жалғасы бар.